Жалпы өзімде бір уақытта 6 кәсіп болды. Сен курс жасамайтын болсаң, бизнесте тәжірибесі жоқ адамдар курс сатып жатыр. И адамдар соған барып жатыр дейді. Біреу хиджаб киіп алып істеп жатыр, біреу андай қылып істеп жатыр да. Халықты алдап. Мешітте бір кісі одноразовый никах дейді ғой енді. Дұрыс па, дұрыс емес па, өз ойыңыз осы одноразовый никах бойынша. Қарындасымызда бір екі дұрыс емес нәрселер бар. Ол жерде оған дейін де сөйлесіп тұрған ғой. Ол камераның бара салып, мысалы сіз тұрсаңыз бірден бүйтіп қосып бүйтіп кірмейсіз ғой, дұрыс па? Әлбетте бауырыңызға дұрыс емес, қате тірлік ол. Феминизм бойынша өз ойыңыз қалай? Ол феминизм артында тұрған ЛГБТ. Еркек пен әйел ешқашан тең болмайды. Біз өзіміздің тілімізді сыйламағанша бізді ешкім сыйламайды. Өзіміз дінімізді, тілімізді ұмытсақ болды. Граница аша салу керек. Россия қосыла салайық болды. Жеке бренд сізге қандай мүмкіндіктер беріп жатыр? 10 видео түсірдім, атпай қалды деп тастап кету деген болмайды. Минимум 100 видео түсіру керек ату үшін. 10 видео керек дегенім маған 23 миллион теңге шығарып берді. Қазір дамыған заман уақытында біз социальный капитал жинау керекпіз. Жеке бренд бастауға вот 3 қадамды айта аласыз? Бірінші очередь, егер мобилогер болса, ол керемет. Ең бірінші сценарий. Сценарий мощный болатын болса, сенге жарады. Ал ағайындар, баршаңызға ассалаумағалейкум. Біздің керемет пайдалы подкастымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі подкаст өте бір пайдалы, ешқандай су ақпаратсыз болатынына 100% сенімдімін. Соңына дейін көріңіздер. Yani сіздерге сыйлықтар дайындап қойдық, арнайы бонустар. Мен өзімді таныстырып өтейін, сіздер мүмкін білесіздер, білмейсіздер. Есімім Тұран Абжанов, кәсіпкер, блогер. Қазір таңда 12 жыл, яғни кеше 13 жыл болды бизнесте жүргеніме. Максимально бірімізге пайдалы болайық. Және блогер, бұрында блогерімді айтуға ұялатым, бірақ қазір Инстаграм, Ютубты жүргізген кейін өзім позициямды как блогер ретінде жүрмін. Бүгін біздің қонағымыз Қуаныш мырза. Қош келдіңіз, Қуаныш мырза. Бұл кісі біздің бірінші подкастымызға келіп жатыр. Неге бұл кісіні біз шақырдық? Неге басқа кәсіпкер емес? Өйткені біріншіден Қуаныш мырза бұл жеке бренді, яғни кәсіпкер, блогер кісі, пайдалы ақпарат жүргізетін блогерлердің бірі. Қазір блогерлер әртүрлі видеолар салады. Бірақ біздің подкастымызда бұл кісінде социальный контент болғаннан кейін сіздерге максимально пайдалы болайық дедік. Қуаныш мырзаға көп рахмет осындай керемет подкастқа келгеніңізге. Алдағы осы біздің қазір түсіретін подкастымыз пайдалы болатынына сендім. Және бұл кісі сүт хауыз негізін қалаушысы, кәсіпкер, құрт шығарасыздар. Құрт, ірімшік, май деген сияқты. Қазақстан бойынша, ТМД бойынша өндіріс саласы, сол себепті кәсіпкер бауырымыз осындай подкастқа келіп отыр. Тәке, рахмет шақырғандарыңызға. Бір шай үстіндегі әңгіме болсын. На расслабоне дейді. Жалпы өзім кәсіпкермін негізі. Өзіңіз айтқандай көбінесе мені бір актер, блогер ретінде таниды негізі. Жалпы өзім кәсіпкермін. Есім Қуаныш, Шымкент қаласының тумасымын. 10 жылдан аса осы кәсіпте жүрік. Соңғы осы 2 жылда осы жалпы социальный контентке қатты кірісіп, Аллахтың қалауымен просмотрларымыз да жақсы болып, осылай болып жатыр. Жалпы бастапқы ниет қандай болды? Осы контентті бастағанда адамдарды жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтару деген ниет болды да, бірақ оны қалай істейміз? Мысалы, егер өзіміз ортамызда істесек, бір 10 адамға, 20 адамға бір ақылымыз айтамыз інілерге да, мысалы. Ал егер интернет желісіне шығатын болса, мысалы, дамыған заман ғой, барлығында интернет бар. Статистика бойынша Қазақстанда 2025 жылы TikTok-тың өзінде 14 миллионнан аса интернет қолданушылар бар екен да. Жалпы әлемге қалай шықсақ болады деген ниет болды. Және де осы форматты енді Аллах тағаланың бір себебімен ойға келді. Сонымен адамдарға бір тәрбиелі өмірде болып жатқан жағдайларды бір видео көрініс ретінде адамдарға жеткізсек деген ниет болды. Сол арқылы Аллаға шүкір адамдарға ұнап, біз бастаған кезде, есептеген кезде қателеспесем, жарты жылдың ішінде 400 миллионнан аса просмотр болды біздің видеоларда. Бұл Инстаграмда ма? Бұл Инстаграм, TikTok және Ютубта. Тек қана өзіміздің неде сол болды. Және де біздің видеоларды басқа бағанағы қазақ, Монғолиядан бір рет қазақ бауырлар жазып отыр, аға сіздің видеоларыңызды моңғол тіліне аударып шығарып жатыр дейді да. Қуанып қалады екенсің. Керемет. Жалпы Қуаныш, сіз бірінші кәсіпті бастадыңыз ба? Или Инстаграм бірінші бастадыңыз ба? Қайсы бірінші болды? Енді алдында айтқандай кәсіпте жүргенімізде 10 жылдан аса уақыт болды. То есть бірінші бизнес бастадыңыз? Бірінші кәсіп болды. Бұл енді бұл бала кезге гештальт десем де болады. Бала кезде бір армандайтын едім.
бір киноға түссем, узнаваемость болды, қаламыз. иә, бір внимание дейді ма, білмеймін ғой, внимание жетіспеді ма әйтеуір, короче, бір сондай бір болды да әйтеуір. Киноға түссем, танымал болсам деген бір бала кезгі бір арман бар еді. Енді алладан сұрадық, алла енді айтады ғой, мұсылман ең мықты қаруы ол дұға деп. Аллаға дұға еттік, алла бере салды. Керемет. В целом бизнесте 10 жылдан астам уақыт болды деп отырсыз да. Қалай бизнеске келдіңіз? Мен білем, сізде сүт хауыз деген компания. И именно неге құртқа қалай келдіңіз? Оны в целом кратко ясно айта аласыз ба? Жалпы енді мектеп кездерде жүретін кезде енді біз орташа семьядан шықтық. Бағанағы даже асханаға барып ақша болмайтын, көп жерде бір жерге шығайын десең, біреудің туған күніне барайын десең, ақшам болмайтын еді. Сонысы болмағаннан кейін бір іште доказать етем, көрсетем, жақсы результатқа жетем деген ниет болды. Сол кезде уже бір кәсіпкер болсам, енді көп ақша табу үшін, мысалы енді мемлекетке кірсең, онда көп ақша таба алмайсың. Бір армандаған бір елдерінде, мысалы өзің кейбір осы киноға түсе алмайсың деген сияқты. Сондықтан қарасам, осы кәсіпкердің жолы ұнады. Сонымен бисмилля деп осы кәсіпке келдік. Жалпылама енді қалай келдім дейтін болса, ол кезде мен қателеспесем, қазіргі Макси Чай компаниясында жұмыс жасайтын, торговый представитель болып. Сонымен бір күні бір досым айтады, Озеро деген базар білесіз ғой, Шымкенттегі өзіміздің. Сол Озеродан барып, құрт алдым 500 теңгеден килограмм, 10 кило алдым да сумкама салып, астыдағы магазиндерге барып саттым дейді. Сөйтіп сатқаннан кейін үстінен 5000 теңге көрдім дейді, бірге бір қойып. Ол кезде енді 5000 теңге деген біраз құны бар ақша. Сонымен осы идея айтқаннан кейін, давай бірге көрейік дейді. Мен де алып сата бастадым. Содан бисмилля деп жайлап бастап кеттік осы кәсіпті. Яғни бірінші бизнес құрт болды, получается, иә? Бірінші бизнес құрт болды десек те болады. Осы құртты полностью дамытып жатсыз қазір. Иә. Енді оны жалпы өзімде бір уақытта 6 кәсіп болды. Өзіміз травертин производство болды. 12 бригада команда болды, травертин жағатын строительный компания болды. Дизайнерский компания болды. Оформление жасайтын ек, және де қаймақ, ірімшік өндірістері бар еді, және құрт бар еді. Бір уақытта барлығын істеп жүрдім. Жалпы енді соңғы уақытта енді фокус кете бергеннен кейін, осы кәсіпке фокус қойғаннан кейін бізде кәдімгідей прирост болды. Қазіргі уақытта енді менде әзіргі уақытта мынандай принцип бар да, фокус кетпеу үшін, адамда фокус кететін болса, ол бизнес жақсы жүрмейді. Даже Марулан ағамыздың бір сөзі есіме түсіп жатыр, осы кезде айтады да, сол кісінің обучениесіне келген адамдар, енді көбісі 10, 20, 30 миллионнан көп табатын кісілер ғой, көпшілігінде бір 3-4 кәсіп та, оларға тапсырма береткен. Сен ең табысты кәсіптерін қалдырып, аз табыс әкелетіндерін қалғандарын сатып жер. Сонымен мынаған фокус қою арқылы сенде X5 болады деген сияқты. Сол нәрсені әлде де өзім ұстанам. Сондықтан басқа да бір компанияларға немесе инвестор болып кір, болмаса мынандай кәсіп ашайық деген сияқты достарымыз, інілеріміз келіп жатады. Бірақ әзіргі уақытта ол нәрсені өзім құп көрмеймін. Осы сүт қауыста упор беріп фокусын бар осында. Өте дұрыс. Бұл бизнесте T-модель дейді ғой. T-модель деген где фокус, там и результат. Яғни бізде де көп, маған осындай спорный вопрос қояды. Сіздерде компанияда 14 компания қалай рас фокус болмайды дейді. Мен айтамын да, ол жерде біз барлығына біз басқарып отырмыз. Яғни бізде аренда да бар, аутсорсинг те бар деген сияқты. Бізде команда бар деген. И біз бірінші нәрсе жүйеге қойдық, сөйтіп барлығын жасадық деп жатырмын да. Бір нәрсе фокус жасап. Өте дұрыс айтасыз. Бір жерге фокус жасап, одан кейін ары қарап дальнейшем дамыған, ол дұрыс шығар. И қай жерден ақша таптың, соны қайталау керек. Сол жерге ақша салу керек. Супер. Сіз, получается, 10 жыл бұрын бизнес бастадыңыз, сүт қауыз жасадыңыз. Қазір производство, то есть өндірісте қанша адам жұмыс жасайды өндірісте? Өндірісте қазір бізде өндіріс Самарқанд қаласында, Өзбекстанда. Иә, Өзбекстанда. Ол жақта бірге партнермен бірге ашқанбыз. 30-нан аса жұмыс адам істейді сол жерде. Шымкент қаласында 15 шақты адам жұмыс жасайды. Енді біз яғни сезонностьіне қарай, мысалы қазіргі жаз уақытында адамдар аз болады, ал енді қыс уақытында бағана адамдарымыз көп болады, өйткені ол кезде сезон. Қыс уақытында дегенде осы сентябрьдан бастап майға дейін бізде сезон. Яғни Қазақстан, Өзбекстан сатасыз, получается, біз жалпы енді
Қазақстанда Фокстың барлығы 3500-ден аса Қазақстан бойынша серіктесіміз бар қазіргі уақытта. Қазақстанда қандай қала, ауыл бар, барлығы бізден алып сатады. Супер, қуаныш. Қараңызшы, енді біз қазір кәсіп бастадық, айттыңыз, болса құрт өте керемет, супер. Целым бизнесті қалай бастау керек? Мен именно практика адамдардан мен сұрағанды қалаймын да, маған өзіме ұнайды. Өйткені қазір көп қой инфобизнесмендер өзі бизнес бастамайды, бірақ бизнес бастау туралы айтады. Целым сіздің тәжірибеңіз 10 жыл, ол аз уақыт емес. 10 жылда сіз қанша рет адамдар алдандыңыз, мысалы, әртүрлі қателіктер болды. Кәсіпті қалай бастаған дұрыс? Өзіңіздің тәжірибеңізбен біздің оқырмандарға бөліссеңіз. Жалпы мен былай айтатын едім, адам деген бірден кәсіп бастамай, бірінші адам деген опыт жинау керек. Қалай? Мысалы, сен енді бір бітіріп жатқан студентсің, болмаса енді кәсіпке келейін деп жатқан адам болсаң, бірінші бір үлкен компанияларға кіріп жұмыс істеу керек. Мысалы, сен жалпы фитнес саласында болсаң, сіздің салаңызда, фитнеске барып, мүмкін бағанағы супервайзер, мүмкін управляющий деген сияқты жайлап көтеріліп, сол жақтың ішкі системасын барлығын үйрену керек. Тәкен не істеп жатыр, Тәкен қалай контент түсіріп жатыр, қай жақтан оборудование алып жатыр, қандай подводный каминдер бар деген сияқты да. Сол жақта 3-4 жыл жұмыс жасау арқылы сен мықты опыт жинайсың. Өте дұрыс. Сол жақтан кейін уже шығып, өзін ашсаң, сен біраз жетістікке жетуге мүмкіндігің бар. Ал егер енді барып тупо ақшам бар дейік, мысалы, әкеңнен алдың, болмаса үйіңді саттың, барып көзін жұмып фитнес барып 100 миллионға салып, кішкентай бір фитнес ашсаң, точно қадаласына 100% ше. Сондықтан бұл нәрсеге кез келген нәрсе бір опытпен, ақылмен кірген дұрыс деп ойлаймын. Ол да бір андай қорқынышты жеңеді ғой, өйткені, тәжірибе деген сияқты. Әрине. Енді адам өзін істей алатындай сенімді болып, қарап күніге көріп жүрген нәрсе оған оңай болады. Ал енді мысалы бір кісілерге мықты кәсіпкер болса да, былай сыртқа шығып, жай ғана тойдың өзінде сөйлеу деген қорқады да. Тамадаларға наизи да, мысалы сөйлейді. Сондықтан адам деген бір дағдыланып, сол нәрсеге үйреніп, әрекет жасап істеп жүрсе, ол нәрсе оған оңай болады. Бізде бір шәкіртіміз болды, трансформация деген, білесіз? Иә, білемін. Сол жерде Маржан деген кісі болды да, ол скорыйда жұмыс жасаған. Потом косметологияға жұмысқа кіріп, 1-2 ай, потом косметолог айына өте жақсы ақша тауып жатыр. Бірақ мен бір нәрсе айтамын да, ол бір жерге кіреді жұмысқа, фитнеске болсын, мысалы, көп қой бізде компания жұмыс жасайды, өте умный адамдар бар да, бірақ бір бизнес бастай алмайды. То есть ана компанияда жүр 2 жыл болды, 5 жыл, 10 жыл болды ше. Оған не жетпейді деймін да, или мышление ма, или қали орта жетпей ма, или білім жетпей ма, не проблема ол да? Мысалы айтады, көп адамдар ше, негізінен қарасам, кәсіпкерлер көбісі ақылды болмайды. Кәсіпкерлер жалпы ақылды болмайды. Ақылды болса, мысалы, ақылды адамдар болатын болса, неге сен ақылды болсаң ақша таппайсың дейді ғой. Мен ойлаймын, смелость керек. Адамға ақыл емес, смелость. Мысалы, бір пример айтатын едім. Например, мына жерде бір қарға келді дейді да. Мына бір кісінің видеосын көріп қалдым, айтып жатыр да. Отырмыз досымыз екеуміз дейді, Лондонда. Мына жерді қарасақ, столдың үстінде нанның қоқымдары түсіп қалған екен дейді да. 3-4 қарға ана жерде қарап тұр дейді. Сонымен қарап тұр дейді. Қазір барып ананы жейтін болса, адамдар ұстап алып, мен өлтіріп қойсайшы деген сияқты нәрсе қорқынышты дейді да. Қарап тұрық дейді да. Бір кезде бір қарға ұшып келді да, ананы алды да, жеп қашып кетті дейді да. Рисковать етті дейді да. Аналар қалып кетті дейді. Сондықтан бұл жерде ақылға салып тұра берсең, бұл жерде де сен кәсіпті де бастамайсың, қорқынышпен тұра бересің да. Сондықтан жетістікке жету үшін міндетті түрде смелость керек. Рисковать ету керек, тәуекелшіл болу керек. Алладан дуа етіп, ата-ананың ризалығын алып басу керек. Пробовать етіп жасап көру керек қой, іс-әрекет жасап. Әшейін просто ойлана бергенше, андай мен өзім ойлаймын да, қанша адам бір ойланады, 2 ойланады, потом уже сомнение келе бастады, жаймен әрекет жасамай кетіп. Мен енді жалпылама қысқаша айтсам, былай болады. Жалпы адам жетістікке жету үшін бірінші Алламен отношение дұрыстау керек. Ең бірінші ол намазы, садақасы деген сияқты. Садақа дегенде бар 100 миллионда емес, қалтаңда 500 теңге бар ма, 50 теңге бер деген сияқты. Екінші, әке-шешенің разылығын алу керек. Ол міндетті түрде. Үшінші, білім алу керек. Төртінші, алған біліміне амал жасау керек. Көптеген кісілер, мысалы, қарасан, ана тренингке барады, мына тренингке барады, обучение оқып жатады, бірақ результат болмай жатады. Неге? Себебі амал жоқ. Әрбір амал, әрбір білім тек қана амалмен өлшенеді. Бізде бір ағамыз айтатын, Қуаныш дейді, мен дейді Гарвардты бітіріп келген бір досым бар дейді. Енді 10 жыл бұрынғы әңгіме ғой, бір
7-8 жыл бұрын 10 жыл бұрынғы әңгіме. Ол жігіт дейді мемлекетте жұмыс жасайды дейді, айлығы 250 мың теңге дейді. Енді ол уақытта, енді қазіргі уақытта 1 миллион теңге дейік. Екінші досым бар дейді, ол 4-ші класста оқуды тастап кеткенде қазір жылына $1 миллион табады дейді. Егер біз трезво қарайтын болса, сен қанша табасың, сен миың сонша тұрады дейді. Егер сен мысалы идеяң мықты, мышлениең мықты, білімің мықты да, бірақ оны қолданбайтын болса, ол білімнің құны 0 теңге. Ал егер сен біліміңді алып, личный бренд мысалы қолданып жатсыз ғой, оны жан-жақты қолданып, кәсібіңізді жүргізіп жатсыз сол арқылы да, сол ақша тауып жатсаңыз, значит сол 10 миллион тауып жатсыз ба, 100 миллион тауып жатсыз ба, значит ол білімнің құны сонша тұрады. Өте керемет инсайт болды. Мен үшін де, оқырмандар үшін де ойлаймын. Целом мына қазір білім алу қайырымдылық деп жатсыз, маған өзіме қызық бір темалар келіп жатыр. Білім алу қазір елдің бәрі курс сатып кетті, ақыл айтып кетті. Даже менде ой болды, подкастқа келіп жатқан кезде мен как будто бір ақыл айтып кететін адам сияқты болып кеттім да, и өзім страхымды жеңіп осы подкастқа келдім. Целом ойыңыз қалай? Курс сату, курс алу бойынша, например, адамдар уже шаршады курстан ше. Насколько это дұрыс емес? Енді мен қазақша, орысша түсіндіріп отырмын, чтобы аудитория максимально оңай болсын деп. Сол себепті курс туралы өз ойыңызды айтсаңыз. Қатысқан дұрыс па, қатыспаған дұрыс па? Қатысса қалай қатысқан дұрыс деңіз? Мен ойлаймын енді, ол білім алу ол парыз. Ол білім алу парыз. Ислам бойынша. Иә, ислам бойынша ол парыз. Адам білім алып, әрдайым өзіне инвестиция жасау керек. Бірақ қалай деген сияқты, білімді барып туып алмау керек. Мысалы, біз Қазақстан тұрамыз ғой, барып, мысалы, моңғол тілін үйреніп алсақ. Бос білім ғой. Бізге қажет емес, иә? Ал егер біздің бағана орыс тілі, ағылшын тілі, қытай тілін үйреніп, сол жақтан кәсіп жасайтын болса, ол бізге бір пайдасы тигізіп жатса, ол пайдалы білім. Білімді тек қана запроспен алу керек. Мысалы, мен кәсіпкермін, иә? Әрдайым мен тренингтерге, түрлі курстарға барып тұрамын. Бірақ запроспен. Егер менде проблема командамен болып жатса, команда туралы барамда HR бойынша білім аламын. По финансу проблема ма? По финансу проблема аламын. Бірақ ескеретін жағдай бұл жерде кімнен да білім алып жатсың. Бағанағы барып біреуден бір ай обучение өзі бар курс өтіп жатқан адамнан ба, болмаса опыты бар, жалпы сол салада жүрген мықты маманнан ба. Мен айтар едім, егер бір обучение курсқа барғыңыз келсе, қандай да бір, мүмкін ағылшын тілі болсын, иә, мүмкін бағанағы ораторский болсын. Қазақстанда номер 1 кім? Соған бару керек. Әрдайым номер 1 үйренсең, әлбетте результат болады. Пайдасы болады. Бірақ ол білімді алып жүре беруге де болмайды, амал жасау керек. Өйткені ол білім қолданбаса, не істемесе, уақыт келе ұмытылып қалады өйткені. Жай ғана өзіміз мысалы неше тренингтерге барған өзінде бір о жақта бір 10-15% бір информациясын аламыз, қалған ұмытып қалады. И то оны істемесе, ол да ұмытылып қалады. Бір аптадан кейін істеймін, бір айдан кейін істеймін деген өтірік әңгіме. Алдын білімді істеу керек. Алдын білімді істеу керек. Сондай болу керек. Десе болу керек. Десе болмайтын болса, әшейін ауадағы білім ол пайдасы жоқ білім. Өте дұрыс айтасыз. Бізде трансформация тоже айтамыз ғой. Андай әшейін келмеңдер дейді. Мен сразу айтамын да. Бізде өзімізде курс бар. Мен курс жасамай тұрып, менде андай бір инфо-цыган деген сияқты қорқыныш болатын. Бірақ мен бір досым айтты, сен курс жасамайтын болсаң, бизнесте тәжірибесі жоқ адамдар курс сатып жатыр. И адамдар соған барып жатыр дейді. И Аллаға мыңда бір шүкір айтамын, өйткені действительно сізбен келісемін. Мен исламда ол 40% ішіне кіреді. Білім беру, білім алу да өте керемет. Өйткені білім сен алсаң да берсең де инструмент өседі. Мен байқаймын да, всегда бір осы трансформация курсында бастаған кезде ол как реклама не емес, мен шынайы өзім ойым, менде бір рост болады, и олар ортаны қалады, и ана адамдарға благодарность не, күшті саған энергия береді да. Сол себепті мен өзім ойым дұрыс, мен 85 миллион теңгеден астам ақша қаражат құйдым өзім білімге, ешқашан өкінбеймін. Біреулерінде результат болмады менде, мысалы өзім оқыған курстарымда. Маған келген курсқа келген адамдарға айтамын, мен бірінші әуелі Алладан сұрайсың, болса екінші әрекеттер, потом результат болады. Еще результат ол барлығында болмайды. Это понятный нәрсе. Поэтому адам өзі қатысқан кезде де өзіне жауапкершілік алып қатысқан дұрыс. Дұрыс айтасыз сәке. Осы сөзіңізге қоса кетейін. Енді көп жастар айтады, мен әрекет жасадым, болмады, әрекет жасадым, болмады деген сияқты. Бір ретте бір ағылшын кәсіпкердің бір айтып жатқан сөзі есіме түсіп қалды.
сен айтады да, сен істе дейді, болмай қалады дейді да, бірақ сен мықтырақ болдың дейді. Сен істе дейді, болмай қалды, бірақ сен кешегіге қарағанда бүгін мықтырақ болдың дейді. Сен тағы да істе дейді да, тағы да болмай қалды дейді да, факап болып жатыр дейді да, бірақ сен бұрынғы қарағанда мықтырақ болып жатрсың дейді да. И сен тағы да істе дейді да, и сен мықтырақ болдың. И бағып жарат дейді да проектін ше. Тура сол сияқты ол бір істедің болды деген нәрсе емес. Сенде болмай қалды ма, саған ол үлкен опыт. Қадалдың бір жерден, біреуге алдандың, команданы лақтырып кетті, минусқа кірдің, доллар көтеріліп кетті. Барлығын ақылға салып, сен каждый раз осылай қадалған сайын сен мықтырақ боласың егер ақылға салсаң. Мысалы кішкентай баланы өзін қарасақ, туылған бала жүру үшін мыңдаған рет құлайды ғой, әшейін жүріп кету үшін. Ал біз өмір болғаннан кейін әйтеуір бір дұрыс емес нәрселер болады, біреу алдап кетеді, ойындағыдай болмайды. Бірақ мен өзімде бір уақыттар мынандай болды әке, өмірім идеальный болып кетті прям ше. Қалай нереально болып кетті? Идеальный болып кетті. Кәсіптерім прям күш жүріп тұр, күніге қонаққа шақырады, біраз армандап жүрген бір танымал кәсіпкер ағаларымызбен танысып жатыр, армандаған машинелерімді алып жатырмын, барам кез келген уақытта шетелге шығып кетемін, осыдан 5 жыл бұрын ғой. И өмір қызық емес болып кетті. Өмір қызық емес болып кетті. Бәрі идеальный. Күнде бірдеңке қайталанып кетті. Тамақтың дәмі болмай кетті да. Сонымен бірнеше уақыттан кейін бір сынақ келеді, жұмысымызда бір қиындықтар болады. И сол сынақ жеңіп шыққаннан кейін бір деп бір рахаттанып жатсың да. Сол кезде түсінгенім, егер жеңіс болып, жеңіліс болмаса, жеңістің дәмін сезбейді екенбіз ғой біз. Құндылық болмайды да. Анау банағы бар ғой, жеңіс ана проблеманы шешіп шыққаннан кейін альхамдулилля деп ше бір рахаттанып, бір күшті бір жетістікке жеткендей әсер алдық та. Сондықтан бұл өмір болғаннан кейін жеңіс пен жеңіліс тең жүреді. Өте дұрыс. Аллах тағала бізді жақсы көргенге сынақ береді ғой. Жақсы көргенге сынақ бермейді. И біз пенде болғаннан кейін біз қателесеміз, пенде болғаннан кейін зона комфортты жақсы көріп қаламыз. Мен даже өзіме ойыма келеді. Достарыма айтамын ғой. Енді Мерседеспен жүремін машинамен. И мен айтамын да, ол маған Тойота сияқты болып отыр деймін. Енді более арзандау машина. И ананың құндылығын білмей жатырмын да мен. Кейбір достарым айтады, сен бір күн мен машинаммен айдашы дейді. 50 мен 40 көреді, сен құндылығын түсінесің дейді. И действительно адам негізі пенде болғаннан кейін біз зона комфорт қатты кіріп кетеміз. И Аллах тағала бізге жақсы бір мақсаттарға, армандарға жетіп бізді мықты болу үшін бір сынақ береді деп мен өзім ойлаймын. Целым Қуаныш мырза, бағана бизнес керемет айттыңыз, нағылыңыз, рахмет. Одан бөлек мынау қайырымдылық, яғни инфобизнес туралы айттыңыз, қазір актуальный тема. Адамдар қайырымдылық жасау керек па, жасамау керек па түсінбей жатыр да. Өйткені Астанада туралы Перизат, Қайрат дейді мысалы, барлық көп адам сенді. Бізде мысалы көп біздің ортамыз, таныстарымыз ол кісіге бағана не алған, қайырымдылыққа жіберген болатын. И қазір мысалы бір кісі шықты, тоже бір баласы ауырған, 6 миллионға жаратқан екен баласына, 1,3 миллиард теңге, яғни сол жерден табыс тапқан, то есть кіріс тапқан. Одан бөлек еще баннерлер реклама тұр дейді. Шымкентте прикиньте, баннер кәдімгі сол не сбор жинаймыз деп тұр дейді. Мен шок болдым өзім жақындарым, таныстарым айтқан кезде. И ол жерде андай да, действительно мұқтаж адамдар соның кесірінен маған страдать етіп жатыр ма деген ой болады біріншіден. Екіншіден адамдар қайырылып қайда қалай салу керек, қаншалық салу керек. Сіз кәсіпкерсіз, сізде бір обороттарыңыз бар, өндірісіңіз бар, енді сізде бір қайырымдылық жасайтын шығарсыз деп ойлаймын өзім. И қалай қайырымдылық салу керек, то есть өзіңіз қалай қарайсыз, ол дұрыс па, бұрыс па деген сияқты, зекетке қалай, садақаға қалай қарайсыз, осы қайырымдылық темасын бір қозғап жүрсек біздің оқырмандар пайдалы болады деп. Жалпы керемет сұрақ Тәке. Енді мен ойымша осы кәсібім жақсы жүруі осы садақаның, зекеттің беруіне бір үлкен себепкер деп ойлаймын да. Яғни уақытылы беріп отырасыз, зекетті, қайырымды. Мысалы мен садақаны былай жасаймын, сіздерге бір формула көрсетейін. Садақаны мен бүйткен басында 10%-дан бастадым. Аллах тағала дұға етіп, Аллахым, осы кәсібім жақсы болып жүріп кетсе, кәсібім табысынан 10%-ын таза табысынан беріп отырамын. Сосын 20%-ға, сосын андай деген сияқты өсіре береді. Бұл кезде, бұл сен кәсібінде Аллах тағала партнерің болған кезде, адал істегенде, сен кәсібін әлбетте дұрыс жүреді. Өйткені сен садақаны беріп жатсаң, ақша үшін қатты страдать етпейсің.
И бұл нәрсені бір жүйеге қойып қою керек. Ай сайынғы. Садақа деген нәрсені көп адамдар андайға бағын ғой. Тек қана есіне түскен кезде ғана береді. Болмаса біреу келіп сұраған кезде ғана береді. Садақа деген нәрсені как налог ретінде төлеп отыру керек. Мысалы біз ай сайын налогымызды төлейміз ғой. Ақшасын төлейміз міндетті түрде мемлекетке. Тура сол сияқты біздің кәсібіміздің дұрыс болу үшін, адал болу үшін, дұрыс болу үшін біз определенный пайызбен бастап, мүмкін 5%-бен бастаңыздар, мүмкін 10%-бен, сіздерге өздеріңіз нәпсілеріңізге қарай кәсібіңіздің таза табысын беріп отырсаңыздар, кәсіптеріңізде береке болады. Жүйелі қадамдар бастау керек. Әлбетте. Зекетте де мысалы енді 2,5% ғой енді бағана бар ақшадан, бағана 2,5% емес, мысалы қандай да бір есептелмей қалған заттар болуы мүмкін. Ол кезде мысалы грубо бағана 4-5% беру керек деп ойлаймын. Артығымен. Сол кезде сен ақшаға бір қатты патент етпейміз. Өйткені біз құлмыз ғой, қарап, пендеміз, пендеде не бар? Құлда не бар? Құлда ештеңе жоқ. Біз құлмыз. Мына дүниенің бәрі Алланікі. Мына мініп жүрген, киім жүрген, үйіміз, барлығы Алланікі. Құлмыз біз, Алла бір күн ақ қояды, бір күн береді деген сияқты. Сондықтан егер осы позицияны біз ұстанатын болсақ, ақша үшін қатты стратегия етпейміз. Ақша үшін депрессияға кірмейміз. Егер бірдеңе болмай жатыр ма, хайыр. Алладан дұға етеміз, қолымыздан келгенше әрекет жасаймыз. Болса болады, болмаса хайыр. Ол нәрседен не істеп, ары қарай қимылдайтын боламыз. Мысалы енді бұл сынақтарда болмаса да бір шетінен болмайды да. Өйткені Перғауын бар ғой, Перғауын не үшін құдаймын деп кетті. Перғауын ешқашан ауырмаған екен. Ешқашан ауырмаған. Қасындағы адамдардың бәрін біреуді өлтіре саламыз деп өлтіре салады. Бүкілі соған бағынады. Сонымен бір күні ойланып тұрды, сынақ келмейді екен. Сен бүйтіп тұрды да мен құдаймын деді ғой. Сондықтан бізге Аллаға жақын болу үшін ол сынақ әлбетте керек. Мысалы, кейбір кезде сынақ келмей кетсе, дұға етпейміз, намаз оқимыз, ағбыр-тобыр кетіп қаламыз. Құдай сақтасын ше, бір анамыз, әкеміз, қызымыз, баламыз біреу ауырып қалса ше, Алладан жылап тұрып сұрайсың, Аллахым, осыларға шипа берші. Болмаса кәсібің бірдеңке қадағалып жатсаң, минусқа кіріп жатсаң, Құдайым бір көмектесші, кәсібім жақсы жүріп кетсінші деген сияқты Алладан сұрап кетеміз ғой. Сондықтан бұл сынақтың да жақсы нәрсесі бар. Егер бұл нәрселердің барлығына бір позитивті көзқараспен қарайтын болсақ, бұл нәрсе жақсы. Бұрында сахабалардың өздері былай ойлайтын да, 40 күн сынақ келмесе, олар Аллахым мен ұмытып кеттім ба деп Алладан жылап сұрайды екен да. Сондықтан бұл нәрсенің барлығын позитивпен дұрыс қарайтын болсақ, бізде депрессияда, выгоранияда ештеңе болмайды. Ал енді бағанағы перизат деп айтып жатсыз ғой, бағанағы басқа да кісілер ақша. Енді бұлар енді дұрыс емес деп ойлаймын, бұлардың істеп жатқан тірліктері. Өйткені біреу хиджаб киіп алып істеп жатыр, біреу андай қылып істеп жатыр да, халықты алдап. Және де ол нәрсе ертең болсын, кеш болсын, әйтеуір халықтың алдына барлығы өтіріктер шығады, по-любому. Ол шықпаған жағдайда да ертең Алланың алдына сол нәрсе үшін жауап береді. Сондықтан бұл істеп жатқан тірліктері мүлдем дұрыс емес. Және де мүмкін қазіргі уақытта тек қана заңды түрде істеу керек сияқты. Немесе мысалы садақа бересің, садақа беріп жатқан жерінде қарау керек. Барып, мысалы, егер бір медресе, мешітке баратын болсаң, сол жердің нақты затын апарып бер, контроль жаса. Мысалы, егер бағанағы біз енді өзімізде қайырым қорларымыз бар, бір күн бағанағы бізде жігіттер барады, сонымен продукты беретініміз, бағана определенный упаковкада барлығы бар, бір айға жеткілікті болатындай, майы бар, наны бар, жұмыртқасы бар, жалпы бір отбасыға жеткілікті соны тарататынбыз. Сонымен бізде балалар кетті, бір үйге кіреді, қарайды, үйін жалпы біз ішіне кіріп көретінбіз. Бағана холодильнигін ашып, қазан ашып, ішінде не бар деген сияқты, барлығы шкафтарын ашып көретін. Бұл бізді алдап жатыр ма, алдап жатқан жоқ па? Өйткені бізде мынандай жағдайлар болатын да, біреуге барып апарып бересің, шығып баратсаң, 5 литр майды алып шығып барып горело ішіп жүреді, өткізсе магазинге. Сонымен бір күн сол жерде отырдық дейді біздің қордағы жігіттер. И ана үйге кіреміз, бәрі шынымен жағдай онша емес екен. Қарадық, не істедік, сонымен тапсырдық, сыртқа шығып, отчеттарымызды жазып отқанбыз дейді, машинада отырып. Бір кезде ана кісі есігін жапты да, напротив 2 этажды үйге кіріп кетті дейді. Бізде бірден күдік пайда болды дейді. Сөйтіп барған едік, есікті ұрдық, бір үлкен кісі ата шықты деді. Ата осылай бағана қыз кіріп кетті ғой, кім екен сіздерге деген. Осы үйде тұрады, біздің қызымыз ғой дейді. Сөйтіп түсінбей қалдық, қалай ол дедік. Сонымен бардық,
неге өйтіп не істейсіз десе, сөйтсе анау именно напротив гараж сияқтыға үй сияқтыға өте жаман қыз істеп қойған екен. Сонымен ана қайырымдылық қорларға запрос жасап қояды екен да, сонымен продукты ақшалай көмек алып отырады екен. Сонымен бағанағы оның әкесі де ол туралы білмейді екен. Сонымен ұрысып біраз бағанағы ондай істемейтін болып естіп кетті да. Сондықтан қай жерге қалай беріп жатқанға мән беру керек міндетті түрде. Ол зерттеу. Медресеге беріп жатсыз ба, қандай медресе ол? Мешітке беріп жатсыз ба, қандай мешітте? Бағанағы барып, аға, міне керек заттарыңыз осы деген сияқты вообще беру керек деп ойлаймын. Ол енді бағана Инстаграмда бәрін идеально қылып көрсетеді ғой бағана нелерді, қайырымдылық қорды жасатқан кезде мысалы Астанада кісі болса, ана кісі, адамдар сол Инстаграм сеніп қалды да. Әрине. Сонымен қазір енді өте заман қиын ғой. Бәрі енді успех, идеаль нәрсені көрсетеді. Ешкім жаман нәрсе көргісі келмейді. Сол себепті соның да бір неше шығар деп ойлаймын. В целом, бізде де ондай көп болған. Мен өзім Шымкентте де қайырымдылық жасайтын кезде бір-екі рет байқап қалғанбыз. Андай қолында алтындар деген сияқты, маникюрлер деген сияқты. Сол себепті түбегейлі зерттеп, даже кейбір қайырымдылық қорлар маған айтады да, біз зерттеп жатырық дейді. Өтірік ажырасқан екен дейді. Специально ажырасқан екен дейді. Ондайлар. Біздің елімізде деген статистикада ажырасу өте көп, өзіңіз білесіз. Қуаныш мырза, негізі осы сөзге қоса кетейін тәке. Осылардың кесірінен, осындайлардың кесірінен басқа шын мұқтаж адамдар шынымен қиналады да. Қазір кешеде Асар Өмен жігіт айтып жатыр, осы оқиғалардан кейін дейді, Асар Өмеге ақша салатын кәдімгі 2 есе түсіп кетті дейді. Ойлаңызшы, солардың кесірінен адамдар уже садақа істегісі келмейді. Сенімділік жоқ осы жаман адамдардың кесірінен. Сондықтан бұл жақта түсіну керек, хиджаб киіп алып не істесе ол исламнан емес, ол адамнан. Ислам идеальный. Біз пендеміз, қателесеміз, дұрыс емес істейміз, біреуді алдап қоямыз, дұрыс емес сөйлеп қоямыз. Сондықтан бұл нәрселердің барлығы осы басқа адамдарға қатты зиян тиіп жатыр осының кесірінен. Не істеу керек оны, мысалы ондай болмау үшін өзіңіз ойыңыз қандай бір жақсы білім алу керек па, мектепке бару керек па, ол тәрбие мәнінен ба, қандай бір қадамдар жасау керек деп ойлайсыз өзіңіз? Осы елдің біз азаматы ретінде өзіңіз ойыңыз қандай бір позицияңыз бар ма осыған? Жалпы мұқтаж болмау үшін ба? Мұқтаж болмау емес, осындай әрекеттер көп, мысалы анау Инстаграмда бағана ақша жинап жатыр, там 1,3 миллиард, мысалы ондай әрекеттер жасатқызбау үшін, или мемлекет тарапынан болу керек па, или біз алданып қалмау үшін не істеуіміз керек дейді, ондай әрекеттер аз болу үшін да. Енді бұндай нәрселер ол әрдайым болады, болғанда, болады да, бұл өз кем дүние ғой, ол нәрсе болады. Олсыз болмайды да. Ал енді мемлекет жағдайынан алатын болсақ, бұның барлығын бір заңды түрде арасында бір аудиттер тексеріп тұратын бір не дайындап қою керек деп ойлаймын да. Өйткені ол да пенде ғой, біз сияқты қателеседі, дұрыс емес істеп қояды. Енді шынымен өкініп жатқан шығар енді ол кісілер, бірақ өздерінің қателіктерінен бір емес миллиондаған адамдарға зияндарын тигізіп жатыр. Алла кешірсін. Ислам туралы айтып жатыр. Қазір актуальный темалар. Қуаныш мырза, мен байқап қалдым, осы 4 күн бұрын ба, 5 күн бұрын, или там бірнеше күн бұрын мешітте бір кісі андай одноразовый никах дейді ғой, енді сөйтіп алып, мен оқымадым, өйткені мен онша уақытым болған жоқ, оны бүйтіп обсуждать, бірақ ол интернетте, енді қазір қазақша айтқан ғаламторда өте не болып жатыр да, резонанс дейді ғой енді интернетте. Сол бойынша қалай ол дұрыс па, дұрыс емес па, өз ойыңыз осы одноразовый никах бойынша? Өкінішке орай енді нәрсе енді бағана намаз оқитындар жарқылы ислам дініне бір қарадақ болып тиіп жатыр негізі. Әрине дұрыс емес. Ол жерде оны ұсынып тұрғаны, жалпы олай сөйлеп тұрғаны мүлдем дұрыс емес. Оны қолдамаймыз. Бағана ұстаздарымыз айтып жатыр ғой, енді мына жер мынандай деген сияқты. Бірақ ескеретін моменттер көп та бұл жерде. Ол кісіні қателеспесем, алдында Инстаграм, ТикТоктан ол кісінің видеодан көргем, бағана автобустан секіріп шығып бара жатыр терезесінен. Ол кісі қателеспесем бір психический ауру болып бір берілген ема бір жерде сондай. Қателеспесем мүмкін, қателесу мүмкін, дұрыс емес мәліметте болуы мүмкін. Алдында сотталған деген сияқты. Алдын айтқандай, ол ислам діні идеальный. Пенде болғаннан кейін қателеседі, дұрыс емес дейді. Бірақ ол жердегі мен ойлаймын, қарындасымызда бір дұрыс емес нәрселер бар ау. Неге? Себебі ол жерде оған дейін де сөйлесіп тұрған ғой. Ол камераны бара салып, мысалы сіз тұрсаңыз бірден бүйтіп қосып бүйтіп кірмейсіз ғой, дұрыс па? Ол жерде значит оған дейін де диалект болған, сөйлескен бағанағы, общение болған, сөйлескен олар. И бірнеше уақыттан кейін ол бағанағы сөйлесіп болғаннан кейін, қызбен общение болғаннан кейін предлагать еткен.
че там қалай деген сияқты, неке бағанағы не істейік деген сияқты. Мысалы қараңызшы, бірден телефон қосып тұрмайсыз ба. Сондықтан ол қарындасымызда да бар сияқты кішкене. Себебі бөтен еркек па, ода жұмыс жоқ па, не істейді онымен сөйлесіп. Керек емес өтіп кету керек. Аға, кешіріңіз деп өтіп кетті мысалшы, онда әңгіме болмайды. Егер өз повод беріп тұрып майысып бағанағы қасына келіп енді сіз осы жаққа келіп жүрсіз ба, иә осы жақтамын деп майысып тұрса, ана ойлап қалады маған да ой бар шығар деген сияқты, сосын ұсынып тұр. Әрине ол кісінікі дұрыс демеймін, бірақ қарындасымыздікі де сондай мүмкін оға дейін біз не болғанын білмейміз. Иә, оға дейін де не болғанын біз білмейміз ол жерде. Сондықтан әлбетте бауырымыздікі дұрыс емес, қате тірлік ол үлкен. Бірақ мына шетінде қарау керек та. Егер бір қыз көрсек, мысалы бар танысуға барсаң, ол таныспаймын бар кет десе кетіп қалса, қоя саласың ғой. Егер ол майысып саған сөйлеп, иә деп андай не істеп әңгімесін айтып тұрса, адам еркек болғаннан кейін ойы бозылады. Сондықтан сондай деп ойлаймын өзім. Супер, керемет. Феминизм бойынша өз ойыңыз қалай? Қазір актуальный болып кетті, феминизм осындай, білмеймін, қазір инстаграм көрсең, там ред флаг дейді, әртүрлі. Осы феминизмге қалай өз? Енді феминизм деген мен ойымша қателеспесем 1821 жылдары бұны бір компания ойлап тапқан. Қалай? Сол уақыттары жұмыс күші жетпеген, сонымен не істейміз деп ойлаған ғой. Сонымен давайте оданша осы феминизмді көтерейік. Әйелдер біз еркектермен теңбіз, бізде тура еркектермен құқықтарымыз бірдей болсын деген лозунгпен шығады олар. Сонымен ары қарай осы шыққаннан кейін давайте деп оларды жұмысқа тарту арқылы осы феминизм деген пайда болған. Жалпы еркек пен әйел ешқашан тең болмайды. Ол дінімізде де айтқан, ол бабаларымыздың тарихына, әдебіне қарайтын болсақ та, әйел мен еркек ешқашан тең болмаған, тең болмайды да ол. Сондықтан ол еркек бір саты жоғары болады. Бірақ еркек ақылды болу керек, кез келген нәрсеге әділдікпен қарау керек. Ол әйел деп унижать етуге болмайды. Әйел деп оны жұмыс күші көруге болмайды. Әйел ол сен жарың. Сен балалардың анасы. Оны құрметтеу керек, сыйлау керек. Бірақ жалпы феминизм деп бет шығып жатқан нәрсеге қолдамаймын. Ал жалпы феминизм деп Қазақстанда айтатын болсам, ол феминизм артында тұрған ЛГБТ. ЛГБТ ұйымы, оны бана Америка не істейді, бір-бірімен қарасақ соңғы уақытта Марвел басқа да кинолардың барлығын қарайтын болсақ, еркек пен еркек сүйістіріп болған, әйел мен әйел сүйістіріп болған. Бұл нәрсе барлығын біздің жастарымызға дұрыс нәрсе екенін деп бір қалыптастырып жатыр. Қарайтын болсақ, қазір бір енді сөйлесеміз ғой, інілерімізбен, қарындастарымызбен бір көшеде көріп сөйлесіп қалсақ, болмаса не істеп қалсақ, сұрасақ айтады да, нормально, өзінің выбор ғой деген сияқты. Білесіз ба, біз осы мен өзім Шымкентте туылып өсіп сол жақтамыз ғой. Бұрында біз бала кезінде бір 5-6 класстарда орыс әйелдер подъездге кіріп темекі шегетінін тығылып, жұрттар көріп қалмасын деп, яу апайлар ше. Енді қазір қарайтын болса, көшенің өзінде қыздар темекі шегіп кете береді да, ұялмайды. Саған кәдімгідей мен түр-түрлі нәрсе болып жатыр. Былай айтқанда қоғам қатты бұзылып жатыр. Сондықтан бұл нәрселер дұрыс емес деп ойлаймын. Бағанағы ЛГБТ деген нәрсе, ол даже жануарлар бір-бірімен еркек пен еркек қосылмайды, ұрғаш пен ұрғаш ешқашан қосылмайды. Бұл нәрсе дұрыс емес. Дұрыс емес. Қазақ тілі лицейде мен өзім қазақ тілі лицейінде оқығанмын, бітіргенмін. Бізде көптеген енді өте жақсы тәрбие берді, орта берді. Сол кезде бір не өте андай закрытый видеолар көрсететін. Именно оказывается, негізі көптеген шетел мемлекеттер арнайы видеолар қолданады деген. Өйткені адам мысалы андай ғой, көрген нәрсені тез жаттап алады. Ол психологический атака екен. Тезірек ЛГБТ деп жатсыз ба полностью. Сол себепті киноны көретін кезде де более пайдалырақ кино көрген дұрыс шығар деп ойлаймын. Әлбетте. Халқыма, жастарға айтамын да, әрбірін көре бермей, бәрін зерттеп, нақтырақ полностью көру. Өйткені действительно ол жерде мысалы 18+ бар. Әр американ кино 18+ болсын. Неге? Ол адамның памятін азайтады. Бізге өйткені енді қазақ тілі лицейде Аллаға мың да бір шүкір, сол мектепте оқығанбыз. Действительно ол жерде көп нәрсені көрсетті бізге. Андай көп адам білмейтін нәрселер да. Сол себепті жастарға бағанағыдай білімді арттырып, жақсы ортаға, мықты мектепке барып,
даму керек шығар деп ойлаймын. То есть оқушыларға өйткені қазір ана чат GPT шығып кетті, инстаграм шығып кетті, бәрі не да андай доступный нәрсе. Ол нәрсе сразу тік тік жасай салады болды. Біздің кезімізде ол сәл аздау еді. И кеше мен инстаграм қарап отырсам, Россияда Гребенюк деген кісі біздің андай Қазақстан шоколады ғой. Мен Қазақстан шоколадын шетелге барған кезде қуанып беремін. Қуанып беремін, өзім де жеймін толықтай. И әр Қытайға барсам да, там осы мысалы Америка барсам деп отырмын, апарым. Подарить етіп өзім серіктестеріме, там инвесторларға и так далее. Бірақ сол туралы өз ойыңыз осы Гребенюктің, там мен до конца тоже оқымадым, бірақ бір қарап шықтым. Сіз оны көрдіңіз ба? И өзіңіздің ол неден болып жатыр? Қазір мен өзім көп байқаймын да, орыстанып кеткен қазақтар бар. Қазақ тілін сөйлемейді. Маған ладно, қазақша сөйлемесе андай ғой, мақұл ғой енді. Ойлау орысша да. Ойлау орысша. То есть андай ойы, бағана ойлау қабілеті, мысалы бір қызық жағдай болды. Кезінде бір танысыма келдім Алматыға. Шымкенттен кептім 700 километр. И айтамын ғой, шай ішейік, сен сенбі күні келсе дейді, менде ертең жұмыс дейді. Ол орысша сөйлеп тұр да. И маған өте андай қолайсыз жағдай болды. Өйткені мен 700 километр кеп тұрмын, сөйлесіп тұрмын. И сол себепті бір ол қалай өз ойыңыз, неге бізді бағанадай басқа ұлттар нағылады, сыйламайды деген сияқты біздің тілімізді, ұлтымызды, сіз ойыңыз қалай ойлайсыз сол бойынша? Енді бұл жерде мен ойлаймын, ол кісінің бір әдепсіздігі, құрметсіздігі деп ше. Мысалы енді бізде қазақ енді қонақжай халық қой. Басқа шетелден біреулер келсе, асты үстіне түсіп күтіп алады ше. Астынан жығылып о деп кетеді да. Енді дұрыс күту керек, қонақжай болу керек, сыйлау керек. Бірақ кез келген нәрседе грань болу керек. Енді ол сыйлық беріп тұр ма души, көңілмен беріп тұр ма, сыйлықтың үлкен кішісі болмайды. Мысалы ол біздің, енді бұл біздің қалай айтсам, қазақ салт дәстүріне кіріп кеткен шоколад қой ол. Қай жерде болмасын, мысалы шетелге өзімізде шықсақ та, шетелдегі достарымызға апарып береміз, риза болып жейді да. Сондықтан бұндай нәрселердің барлығын бір шетінен болған да дұрыс шығар. Егер себебі өзі қазақтардың бір патриоттығы оянады. Басқа кісілердің ойы өзгереді. Значит, біз өзімізді сыйламайтын болсақ, бізді ешкім сыйламайды. Мысалы қарайтын болсақ, Қарағандыдағы жағдай, қыз орыс қыз, сол кісі мысалы казахи, мамбеты, бірдеңке деп не істеп жатыр да. Ол нәрсе болған да жақсы шығар. Неге? Себебі патриоттар өшіп қалған қазақтар бар ғой. Бәрібір. Мен өзім білемін. Мен орысша сөйлеймін, немесе мен қазақ әдебі, салт дәстүр ма қызық емес дейтіндерге мүмкін солардың жүрегіндегі бір патриоттық отын жаға ма деймін. Мысалы Алматыға барамыз, Астанаға барамыз, қазақша білмейтін қазақтар көп. Сол кезде шынымен намыстанасың. Менде принцип бар, қазақтармен тек қазақша сөйлесем деген. Тек қазақтармен қазақша. Егер әрине басқа ұлттың кісісі болса, мен сөйлесем. Біз өзімізге өткен қазақтарға барып сен өздері қазақша сөйлемейінде оларға біз не деп айтамыз? Біз өзімізді сыйламасақ, өзімізді құрметтемесек, бізді ешкім құрметтемейді. Мысалы Турцияға барсақ, тәке, білесіз өзіңіз. Турцияға барсақ, Америкадан келдім ба, Франциядан келдім ба, разница бәрі түрікше сөйлейді. Неге? Олар өткен патриот, өз тілін сүйеді, өз тілін құрметтейді, өз тілі үшін өлуге дайын. Кез келген үйге барасың, туылып тұрады. Кез келген автомойка болсын, бағана қандай компания болсын, сыртында туылып тұрады. Біз өзіміздің тілімізді сыйламағанша, бізді ешкім сыйламайды. Ал біз өзіміздің тілімізді жоғалтсақ, граница аша салу керек. Не істейміз? Россияға қосыла салайық. Егер тілімізді білмейтін болсақ, өзіміз дінімізді, тілімізді ұмытсақ болды, граница аша салу керек, Россияға қосыла салайық болды. Шешім сол ғана. Сондықтан өзіміздің тілімізді сыйламасақ, бізді ешкім сыйламайды. Сондай нәрселер болып тұру керек. Сол арқылы қазақтар бір-бірімен бірігеді, патриотизм оянады деп ойлаймын. Негізі өте дұрыс айтасыз. Қазақ тілі бірақ бұрынғыдан қарағанда меніңше жақсы сияқты. Өйткені айфонда мысалы қазақша мысалы барлығы. И қазір мемлекетіміз көбінесе жасап жатыр. Жарнамаларды беретін кезде қазақша қосу керек деген сияқты. Бұрынғыдан қарағанда енді өте бір нәтиже бар деп ойлаймын.
бірақ бірнеше оған уақыт керек. Иә, мен де өзім мысалы кейде орысша қосып сөйлеймін да енді, бірақ идеология орысша ойламау керек шығар деп ойлаймын, орысша тәрбиелеме, ол орыс тіліне қарсылығым жоқ ешқандай, бірақтан да адам андай өз тілін, дінін сыйлау керек шығар деп ойлаймын. Сол себепті өте дұрыс айтасыз. Өзім мысалда басқа тілдер үйрену керекпіз. Әлбетте ол бағана ағылшын тілі болсын, орыс тілі болсын, біз білу керекпіз, біз білім алу керекпіз, ол тілдердің барлығын жетік білу керекпіз. Мысалы бір ретте бір инвесторлар келді Қытайдан, и осы жердегі қытайлардың адамдары, қытайлар, сонымен олардың барлығы орысша үйреніп алған да. Айтады да ол, неге орысша үйрендің деймін да, сол айтады, мен бұл жақта басына қазақша үйрендім дейді. Қазақша үйреніп сөйлесейін десем, сөйлесетін адам жоқ дейді. Бәрі орысша сөйлейді дейді. Сондықтан мен не істеймін дейді да, ол тілді қолданбасам дейді. Сонымен орысша үйреніп алдым дейді. Сондықтан кез келген адам келсе де бағана өзіміз барлығымыз қазақша сөйлеп тұрсақ, барлығы әдеп сақтап тұрсақ, олар бізді құрметтейді, сыйлайды және ол нәрсені үйренеді. Біз кез келген бір басқа ұлттың адам көрсек, бірден орысша сөйлеп кетеміз ғой. Болмаса бір ортамызға 10 қазақ болсақ, бір орыс келсе болды, бәрі орысша сөйлейміз ана. Ол жиі сондай. Мен өзімде мысалы бір ретте форумда да выступать еттім. Шымкентте Риксте болды. Бір 600-дей адам болды. Барлығы қазақтар. 99% қазақ. 99 барлығы орысша сөйлеп отыр. Мен қазақша шықтым сөйледім. Біздің тілімізді өзіміз құрметтемесек, өзіміз сүймесек кімге керегі бар? Өзімнен бастау керек та. Иә, өзіміз отбасымыздан бастайық, өзіміздің достарымыздан бастайық. Әлбетте орысша білу керекпіз, үйрену керекпіз, біз сауатты болу керекпіз жан-жақта. Керемет. Өте актуальный темаларға айттық деп ойлаймын, Қуаныш мырза. Бірақ қазір енді сізді көбісі актер ретінде біледі, жеке бренді дамыған деген сияқты. Көп біздің жастарымыз бар, осы танымал болғысы келеді. Мысалы ше, бір жеке бренд дамығысы келеді, бірақ бастай алмайды. Бұл оңай емес. Мысалы, жеке бренд сізге қандай мүмкіндіктер беріп жатыр, оны қалай бастау керек? Қазір танымал адамдар көп қой, өзіңіз де көп айтасыз, танымалдың пайдасы бар, пайдасыз танымал деген сияқты бар мысалы, иә. Сол осы жеке бренд туралы пайдалы бір ақпарат берсек біздің оқырмандарға. Енді жалпы қарайтын болсақ, мысалы бір кәсіпкерлер бар да, мысалы бізден 10 есе мықты кәсіпкерлер болуы мүмкін, біздің обороттан бізден 10 есе көп табуы мүмкін, бір халық танымайды да. Ал біз енді Аллаға шүкір жеке брендіміз танылған, сіздіңкі де мысалы бүкіл Қазақстан таниды деген сияқты. Бұл жерде үлкен мүмкіндік. Мысалы кез келген инвестиция тартсаң да, жалпы өзің продукцияны сатсаң да, мысалы кез келген тілек істейтін кезде сен танып, мысалы әшейін бір элементарный нәрсе айтайын, границаны өтетін болсам бағанағы без очередьте өткізетін, мысалы әшейін таниды да, аға өтіп кетсіңіз давайте деген сияқты без очередьте. Пайдасы көп. Бұл танымалдылық деген, бұл айтамын ғой, бір ара сияқты. Оның балы да бар, уы да бар. Дұрыс қолдансаң, ол сен нығметің, бұрыс қолдансаң, ол сен дұрыс емес болады. Сондықтан бұл нәрсені дұрыс қолдану керек. Танымалында көп бар ғой, мысалы. Амилай да танымал. Дұрыс па? Бірақ оған қалай қарайды да? Дұрыс танымал болу керек. Дұрыс контент түсіру керек. Жаман нәрсе барлығын қолдан керек. Жаман нәрсе істеуші, дұрыс нәрсе істеу керек. Мен де адамдар айтамын, бізде конкурент жоқ деймін да. Неге деймін да? Себебі дұрыс контент түсіретін адамдар өте аз. Сондықтан кез келген нәрсені дұрыс контент түсіру керек. Өйткені ертең біз өзіміздің деңгейге келіп жатқан інілеріміз, болашақ ұрпақтарымыз, олар бізге қарайды. Ертең біздің бабаларымыз біз үшін, осы жер үшін, біздің дінімізді сақтау үшін, біздің салт дәстүрімізді сақтау үшін қан төккен. Ал біз хотя бы терімізді төгу керекпіз. Қазір енді дамыған заман ба, әркім өзінің саласында мықты болу керек. Сол арқылы мысалы көріп жатыр ғой, Сандық болсын, басқа да жақсы брендтер бар. Қазақ несін дамытып жатыр. Бизнесмендер бар. Әрдайым мысалы өзіңізде обучение болсын, кез келген нәрсе, білім кәсіптеріңізде болсын, барлығын жүйесінде бірінші қазақ тілі, әдеп сақтау керек, осылай деген жүйе қоятын болса, сол кезде дамиды. Егер біз дамымай қалып кететін болса, ол ештеңе өзгермейді, әшейін әңгіме болады. Кәсібімізде 50 адам бар ма, 50 адамға осы нәрсені түсіндіру керек. Жігіттер, біз құрметтеу керекпіз, біз сыйлау керекпіз, біздің тіл қазақ тілі. Кез келген адам келді ма, ол мүмкін орыс ұлты болсын бағанағы,
қазақ тілімен сәлеметсіз бе, қош келдіңіз десе де жүрегің жылып қалады, қуанышы. Риза болып қаласың. Өйткені неге? Сенің тіліңді құрметтеп тұр бұлар. Сенің тіліңді, сенің дініңді құрметтеп тұр. Ал егер саған кәдімгі нагло сондай айтып тұратын болса, ана қарағандағыдай қызды, ол деген нәрсе уже бірден ішіне уже жының келе бастайды да. Өте дұрыс. Біздегі компанияда неміс кісі бар. Қазақша бізден жақсы біледі. Орысша акцентпен сөйлейді. Сол себепті бізде андай компанияда неміс бола ма, барлығы ма, өзіңіз осы идеологиямен, біздің тимбилдингпен, ортамен, біліммен сөйтіп бөлісіп отырамыз. Сол себепті ол кісі бізде 10 жылдан астам уақыт болып жұмыс жасап отқаны орыс жігіттер бар, қазақша сөйлейтін Михаил деген кісі болған бізде. Ондай кісілерге тек шапалақ қой әке, тек қана риза боламын. Мен ол кісілер достарыма да айтамын, орыс достарым бар ғой Шымкентте. Олар айтады, Қуаныш, что там бешбармақ жейді барып, анау деп ше. Мен айтамын да, жігіттерім, мен сендерді сыйлаймын деймін да. Бірақ сендер қазақ тілін сыйлап, қазақ салт дәстүрлерін сыйлап жатсаңдар, сендерге x10 болады деймін да, сыйласаң одан сайын асады. Неге? Сендер өткен мен тілімді сыйлап жатсыңдар, олар әрине дейді. Өткен бізде бұл жерде біздің бала шағамыз өсіп жатыр. Біз осы жерден тамақ жеп жатыр. Бұл елім менің дейді да. Бұл менің жерім дейді. Мен Россияға барсам, мен қазақ деп күліп жүреді қайтадан дейді да. Ана шеттетеді дейді. Сондықтан егер осылай қазақ деп бір қазақстандықпыз деп тұратын болса, олар құшақтайсың ғой, жаным орысым менің деп ше. Сондықтан бұл нәрсені дұрыс қарайтын болсақ дұрыс. Меніңше былай ойлаймын, көптеген кәсіпкерлерді егер де осы өзіміздің тілімізді қалай дамыту керек өз ойым қазір ойыма келіп жатыр, бір инсайт. Қазақ тілінің құндылығын көтеру үшін басқа ұлтты адамдар егер қазақ тілін білетін болса, айлықтарын көбейтуге де болады деген сияқты. Осы мемлекет тарапынан, например, бұрын оны жаңалықтарда көрсетеді, басқа ұлтты адам андай орыс тілде, қазақ тілінде жүргізетін де. Өзің өте керемет та. Бұл бір мотивация бола ма деп ойлаймын да, мотивация. Өзімізде жеке, сізде жеке брендіңіз бар, менде жеке брендіңіз бар. Бір тренд форматында осыны дамытсақ қазақ тілін деген сияқты, тағы да одан да көбейтіп. Осы жеке брендке байланысты Қуаныш мырза, жастарға Инстаграмды қалай пайдалы жүргізу керек? Неден бастау керек? Бір формула бар ма нақты, например, былай бастасаң, сен былай Инстаграм жүре бастайды. Сәтті бола бастайды деген сияқты. Қай моментте сіз бір қиындылық болды осы Инстаграмда, маған керек емес екен, тастап кете салмау деген сияқты. Қай моментте сіз ключевой атты осы жеке бренд? Енді мысалы кез келген салада қарау керек та. Мысалы егер сен бір есікпен айналысатын болсаң, жалпы адамдар есік туралы мысалы жай ғана Инстаграмға кіріп поисктің өзіне жазып, мысалы есік деп жазсаң, ішіне бірінші там миллиондап атқан видеолар шығады. Жай ғана сол видеоларды қайталау арқылы өзін түсіруге сене просмотр 100% болады. Ал енді сен бағана психолог болсаң, тура солай психолог деп жазасың, и сол жақта көптеген атқан видеолар шығады. Сол видеоларды алып өзіміздің менталитетке, өзіміз немізге ауыстырып кішкене өзгертіп салатын болса, ол міндетті түрде атады. Ол жерде өткен актуальный тема бар да. Сондықтан андай 10 видео түсірдім, атпай қалды деп тастап кету деген болмайды. Минимум 100 видео түсіру керек ату үшін. Ол өте үлкен жол, яғни тез нәтиже болмайды, жеке бренд, жай получается болады. Сізде қанша уақыт атты жеке бренд? Енді мен бұға дейін әртүрлі говорящий голова дейді ғой, сондай видеолар түсірдім, бір 50 шақты сондай видео, бір кем дегенде бір 100 видео түсіргеннен кейін маған түсінік келді. Қандай видео жасасам дұрыс болады, қандай видео атады, қалай сөйлесем дұрыс болады деген сияқты уже кішкене экспертіңіз пайда болды да осы туралы. Енді қазір қасымыздағы кәсіпкер ағаларымыз айтып отыр, давай Қуаныш, маған да 100 мың подписчик жинап берші, мен де осылай танымал болайын. Өйткені қазір дамыған заман уақытында егер сен жеке брендің танымал болмайса, сен товарын өту қиын. Блогердің мысалы блогерлерге барсаң заряжать етеді. Мысалы осы Алматы қаласында жүргенде осыдан 2 жыл бұрын бір блогер қызға барамыз, сонымен сөйлесем, давай совместный ролик түсіреміз, осындай болады, 10 видео керек дегенім, маған 23 миллион теңге шығарып берді. Ойлаңызшы, со скидки дейді да. Оданша мен өзім соның жарыс ақшасын салып, өзім бағанағы жеке брендін дамытып, өзім товарын танытмам қайда жақсы. Сондықтан қазір
басқа блогерлерге бергенше өзің брендін дамыту арқылы үлкен пайдаға кенелуге болады. Мысалы сен товарыңды көрсетіп жүресің, сен фанаттарың болады, сен тауарларын қолдана бастайды, сен услуганы қолдана бастайды. Сондықтан жеке брендке қазіргі уақытта фокус қою керек. Бір ретте Марғұлан ағамыздың бір сөзі бар. Біз дейді тек қана капитал жинап үйреніп қалғанбыз дейді. Ақшалай, қазір дамыған заман уақытында біз социальный капитал жинау керекпіз. Социальный капитал, мысалы, осыдан, например, ол кісі қанша, осыдан 10-15 жыл бұрын былай кәсібін бәрін ақ қойды ғой. Кәсібін ақ қойды, ол кісі елден қашып кетті. Оның кәсібін ақ қойған халық білмейді, ешкім білмейді. Сонымен шетте жүріп қой бағып жүрді. Ал егер ол кісінің Құдай сақтасын, егер қазір сондай нәрсе болатын болса, үлкен резонанс болады. Неге? Себебі ол кісі Instagram, TikTok, YouTube'тың өзінде өте танымал. Тек қана Қазақстан емес, бүкіл СНГ-ге танымал кісі. Сондықтан социальный капитал қазір өте маңызды. Кез келген бір бандиттер келсе де, мысалы, сен танымал екенін көріп тұрса, егер резонанс болып кететінін біліп тұрса, саған келіп тиіспейді да. Это андай безопасность. Әрине, жеке бренд безопасность. И көптеген жерге саған адамдар лояльный бола бастайды ғой. Кафеге барсаң да саған күшті қылып әкелуге, кез келген бір танымал кісілермен не істесең де бағанағы сен көрген қуанып бірден танысып, амандасып, бірден сөйлесіп кетеді. Сондықтан бұл үлкен қазіргі уақытта бір қару деп ойлаймын жеке бренд. Керемет, Қуаныш мырза, жеке бренд плюсын түсіндік, преимуществосын түсіндік, жүргізу керек екені өте керемет. Бірақ көп адамда сұрақ бар. Мысалы, видеоның алдында сөйлей алмайды. Жеке бренд бастауға 3 қадамды айта аласыз. Мысалы, бірінші мобилограф алу керек, бірінші болмаса былай жасау керек деген сияқты бір қадамдар бар ма? Мысалы, жеке бренд бәрі бастағысы келеді, бірақ бір бастай алмай жатыр. Менен кәсіпкер достарым айтады да, жеке бренд бастайын болды, қолға аламын дейді, бірақ жылдар бойы бастамай ештеңе істемей жүреді. Сонымен ең бірінші ол нәрсе бағана өзіңіз айтқан мобилограф алу керек. Ол мобилограф түсіріп салады. Сен самайсың да өзінше, оны түсіріп жүрмейсің, яласың деген сияқты. Ол сен сыртынан түсіреді, бағана Инстаграмына салады, дайындайды бағана ақша. Сондықтан бірінші ойлайтын, егер мобилограф алса, ол керемет. Ол мобилограф полный істейді. Екінші нәрсе, кез келген нәрседе, мысалы, біз кинода түсіреміз, бағана нелер түсіреміз ғой. Екінші ол сценарий. Егер сен сценарий мощный болатын болса, iPhone 10-ға түсір. iPhone 10-ға түсір. Сен идеяны жарат. Ең бірінші сценарий. Сценарий мощный болатын болса, сенге жарат. Қуаныш мырза, жеке бренд деп бағана айтып отырмыз. Бірақ соңғы уақытта байқадым, контентіңіз өте сирек болып отыр да. Стористер деген сияқты мен сізге тіркелген кейін. И орыс тілде бір контенттер көріп қалдым. Қазақ тілінде боласыз деген сияқты. Неге олай жасап жатсыз? Өзіңіз контентте. Енді қазір соңғы уақытта біз кино түсіріп жатырмыз. Кек деген кино. YouTube'ға кіріп қарасаңыздар болады. 16 серия кино шығардық YouTube форматында. Ішінде криминальный драма, тәрбиелік бар деген сияқты. Фокустың бәрі кішкене сол жаққа кеткеннен кейін осы қысқа социалдық роликтеріміз кішкене қалып қалды. Енді бір қателеспесем бір-екі айдан кейін бисмилля деп бастауға ниет бар. Қайтадан контенттерімізді тоқтамай салуға. Ал енді орыс тілі контентке келетін болсақ, қазір өзіміздің түсірген роликтеріміздің барлығын алып дубляж жасап, орыс тілінде шығарып жатырмыз. Орыс тілінде жалпы СНГ-ні охват жасайық деп тек қана басына СНГ-мен не істеп жатыр, орыс тілін анализ жасадық. Жалпылама 300 миллион аса интернет қолданушы бар әлемде, орыс тілін түсінетін адамдар. Видеоларымыз мысалы қазақ тілінде егер статистика алатын болсақ, TikTok'та 14 миллион адам болатын болса, 17 миллион ғана қазақ тілді нені қолданады, контент қолданады. Сондықтан өте аз болғандықтан СНГ-ге де шығайық, жалпы қазақ контентін көтерейік деген ниет бар. Және де бұмен тоқтамай ағылшын, қытай, үнді, түрік, араб тілдеріне аударып жатыр. Қазір тек қана бұмен шектелмей, әлемдік деңгейде бір танымал және әлемдік деңгейде бір адамдарға пайдалы болсақ деген бір ой салатын дүние істесек па деген ой бар. Қазіргі уақытта жұмыстар жасалып жатыр. Бұйыртса бір айда Аллах тағала нәсіп етіп барлығы жақсы болып жатса, бір айдан кейін шығады. Қосымша испан тілінде де шығуы мүмкін. Өйткені 1,5 миллиард ағылшын тілін түсінетін, контент түсінетін адамдар бар екен. Жалпы Инстаграмда
500 миллиондай испан тілін түсінеді екен, түрік тілін 100 миллионнан аса қолданатын адам бар екен, және де араб тілін, жалпы араб мемлекеттер 21 мемлекет бар, соның тілін 300 миллионнан аса интернет қолданушылар бар екен, үнді бар, тағы да үнді тілі бар. Осылардың барлығына егер шығаратын болсақ, егер бәрі ойдағыдай болып кетсе, иншалла уже бір 2 айдан кейін мировой болып кетуі мүмкін, сіз де мировой блогермен сөйлесетін десеңші. Иншалла. Керемет, подкастты орыс үнді тіліне аударып қоямыз. Болды. Жоқ, мен ойлап отырмын да, қазіргі уақытта осы 2 жылдан кейін ешқандай перевод жасаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Арнайы иемасында получается программа қалай аударып? Біз қазіргі уақытта дубляж жасаттық, кәдімгі орыс тілге, қазақ тілден иіға саған мүлдем дұрыс аудармайды. Қате өте көп, дұрыс интонация бермейді, не істемейді. Сонымен профессионалды команда жалдап, мені бір 2 аптадай уақыт істеп, бағана видеоларымызды аудардық. Әзірге уақытта бір 60 шақты видеоны аударып қойдық. Енді соны алып, арнайы бір платформа бар, подпискасы $1300 тұрады айына. Соны подписка жасадық, уже балалар жұмыс жасап жатыр, онымен де полный турлау керек, дауыстарын қою керек, эмоция беру керек деген сияқты. Сөздер кейбір жерде дұрыс аудармайды, сол нәрселердің бәрін аударып жатыр. Осыдан енді бір 2 жылдан кейін бұл нәрсені аударудың қажет болмай қалады. Неге? Себебі қазір қатты дамып жатқан уақыты, бірден уже қай тілде көргің келеді, сол тілге аударыла береді. Мысалы, үнді тілінің контентін көрсе, орыс тілге аударып көре беретіндей ютубта уже болады деп ойлаймын. Сол нәрсеге біз жайлап келіп жатыр. Сондықтан сол нәрсеге келмей жатып, ондай нәрсе болмай жатып, біз кіріп бір жарып алу керек болып қой бізге. Құдай қаласа, Алла нәсіп етсін, сәттілік сізге. Бірақ Қуаныш мырза, ол әлемдік шықтыңыз дейік. Мақсат қандай? Мақсат ниет. Адамдарға бағана айттым ғой, адамдарды жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтару. Бір Алладан да сұрамын, я Аллахым, мен мүмкін президент болармын, мүмкін бір әлемдік деңгейдегі адамдарға бір пайдалы болатын бір тұлға болғым келеді деген сияқты. Өмірім бос емес, мен адамдарға пайдалы болатындар, ой салатын дүниеде істегім келеді. Бір ретте осы көшеде кетіп бара жатсам, бір иман кісі екен, ағамыз бір мешітте имам болып қызмет атқарады екен, айтады да, Қуаныш дейді, біз 15-20 адамға мешітте уағыз айтатын болсақ, сендердің уағыздарың миллион адамға тыңдайды дейді. Сондықтан бір шетінен де бір қуанып қаласың. Енді бізде дұрыс контент болғаннан кейін адамдар келіп, кері байланыс дұрыс нәрсе айтады да, бауырым дейді. Үлкен аталар келіп, бауырым, осы видеодан кейін, сен видеодан кейін көзқарасым өзгерді. Бір жігіт айтады, ағама мүлдем бармайтын едім, осы видеоны көрдім де, ағамнан барып кешірім сұрап, бауырым деп ше, түсіндім дейді, біреу осылай дейді, біреу мына видеодан кейін мынандай өзгердім деп айтып жатады. Сол кезде бір ішін жылып қалады да, альхамдулилля деп ше. Шынымен ниет еткен нәрсеміз болып жатыр деп. Ал қалған нәрсе таки, бағана популярность, ақша келу деген побочный эффект. Өзіме-өзі келеді. Егер біз дұрыс ниет жасап, дұрыс істейтін болса, ниетіміз бар, ары қарай қалған барлық побочный эффект. Сол нәрсе танымалық сізге энергия беріп жатыр, получается. Иә. Әрине. Керемет. В целом, энергия неден аласыз тағы да басқаға? Өзіңіз. Энергия Контент түсіру оңай емес. Мен білемін да, өйткені көп адам ойлайды, даже енді блогерлер біреулер жамандайды, мысалы әртүрлі блогер жаман, мен бірақ екі жақта қолдаймын да, былай айтқанда қарапайым халықты да, блогерлерді. Өйткені блогерлерден де өзім күйгем негізі, если честно, өйткені реклама көп ақша сұрайды, там өтірік инстаграм жүргізу мүмкін и так далее. Бірақ блогерлердің жұмысы оңай емес та. Видео сөйлеу, энергия затырады, былай айтқанда, оның бәрі там инстаграм қаншама қаражат, энергия. Ол сіз энергияны қайдан аласыз? Енді жалпы энергия бірінші өзіміздің отбасымыздан, әке-шешем, әйелім, бала-шағам, қастарында болып, достармен, мысалы өздеріңізбен, мысалы кәсіпкер коллегалармен сөйлесіп, олардың инсайттарын тыңдап, олардың жеткен жетістіктерін естіп, мысалы өзіңіз сияқты мықты кәсіпкерлермен сөйлесіп, одан кейін желание ашылады да. Мысалы бар 100 миллионға мынандай нәрсе алдым, мынандай нәрселер істеп жатырмын деген естіп, шынымен қуанасың, машалла деп ше. Өзіміз сияқты жігіттер істеп жатыр ғой, $1 миллион X-Suite ашып жатыр деп адам мысалы, машалла, кішімен қарайсың, қуанасың. Өзіміз сияқты жігіт істеп жатыр.
қуанамын ше, мысалы бір бауырларымыз осындай жетістікке жетіп жатса кәдімгі қуанамын, ішімнен бар ғой. Мынандай ғой, белый зависть дейді ғой, белый зависть болады ғой, ішімнен қуаныш, сен де істей аласың ғой, неге істемеске, істеп жатыр ғой деген сияқты. Вообще бір шетіне қуанып, бір шетіне бір мотивация болады. Керемет, өте керемет. Ортаның әсері мықты негізі. Ортаны әрқашан дұрыс, жақсы орта, жақсы парфюм сияқты ғой. В целом, Қуаныш мырза, осы богатый адамдар дейді ғой, бай адамдар, кедей адамдар, неге мен қалаймын, например, қарапайым халқымыз бір әрқашан айтамын да, бір білімді болып, бір саты, бір дәреже болып, табысты болса екен. Біздің идеологиямыз Инстаграмда сол. Табысты болса деген максимально. Бізде де идеальный нәрсе жоқ. Бізде қателесеміз кәсіпте. Мысалы, мен айтамын, мен идеальный емеспін деп. Мен де азында күніге ерте тұра беремін. Мен де ұйықтап қаламын, кейде бизнесте қате жасаймын деймін да, тоже. Бірақ осы бедный мышление, богатый мышлениеге өз ойыңыз. Неге байлар бай болып бара жатыр, кедейлер кедей болып бара жатыр. Осы несие алып жатыр. Өз ойыңыз қалай дұрыстау керек осы мышлениеге байланысты нақты бір инсайттар бар ма сізде? Енді жалпы айтып жатсыз ғой, енді сұрағыңыз кедей адам мен бай адам айырмашылығы. Одан кейін кедей адамнан қалай бай адамға өту керек деген сияқты болып тұр да менде. Мен жеке ойым, бай адам мен кедей адамның разница тек қана мышлениясында, тек санасында, ойында. Мысалы кедей адам ойлауы мүмкін, мына жерден бір ақша ұстап қалам деп ше, бір күш ұстап қалам болды деген сияқты. Бай адам, кәсіпкер адам, ол ұзаққа ойлайды. Мына жерден мен бүгін 100 теңге көрейін, бірақ бұны 10 жыл бойы 100 теңгеден көрейін деген сияқты ше. Солай ойлауы мүмкін. Байлар олар әрдайым оқиды, ізденеді, қарайды. Бір ұстазымыз айтатын еді, сен егер өзің кәсібің туралы, өзің салаң туралы, кез келген нәрседе 5 кітап оқымасаң, ол сала туралы мен білем деп айтпа дейді. Біз әрдайым кітап оқып, өзімізді дамытып отыру керекпіз. Кім өзіне инвестиция салады? Ең үлкен инвестиция ол өз-өзіне салған. Өзінің біліміне салған, өзінің жеке тұлға ретіп қалыптасуына салған нәрсе. Сондықтан адам егер байғысы келсе, бірінші мышлениесін өзгерту керек. Мышление өзгерту үшін білім алған дұрыс деп тұрсыз ғой, яғни. Әлбетте. Ортаның, енді оның көп та. Мысалы оның бірі білім алу, екіншісі жасамасаң, ешқандай өзгеріс болмайды. Әлбетте. Қадамдар жасау көрсін. Кім көп әрекет жасайды, сол көп қателеседі. Бірақ көп результат алады. Ал мышление өзгертудің жолдары, оның бірі орта, дұрыс орта. Дұрыс ортада жүрсең, сол адамдардың мысалы істеп жатқан тірліктерін көресің, ойларын бөлісесің, сұрайсың деген сияқты, кітап оқисың, бір жерге барасың, сол арқылы өзінде бір қалыптасады сана. Өйткені орта, мен бұрын мысалы өзім ойлайтын, орта бәрі айтады ғой, ол жақ бүйтіп қатты мән бермейтін ғой. Бірақ орта, ол действительно көп адам айтады ғой, 5 кәсіпкер болса, 6-шы кәсіпкер болады деп, бәрі нақты түсінбейтін да. Кейін мен түсіндім, анализ жасап отырып, бизнесте ең бірінші сәттілік енді идея ғой, сен идеяң болу. Ал идея қашан келеді? Идея ортадан келеді екен да. Өйткені бір-бірін сөйлесіп қаласың, ақылдасып қаласың. Аллах тағала бізге адамдар арқылы нығмет береді ғой. Сен біреуінің өзгеруін сен себепкер көріп, сені біреу себепкер көріп екен да. Ал сен сол үшін сондай ортаға максималды түрде тырысу керек екен да. Сол себепті Қуаныш мырза өте керемет. Мына нәрсені қосып кетейін тәке. Мысалы көбінесе бір определенный бір жетістікке жетеді бір кісілер, жеткеннен кейін өзінің бұрынғы ортасымен араласып жүреді да, ішінде ол өзін күшті сезінеді. Мен лидермін, мен күштімін, бұл жердегі ортада ең көп ақша табатын мен жетістікке жеттім деген сияқты сонымен шектеліп қалады да. Ал егер ол өзінен мықты да кәсіпкерлерге барып, араласып, солай нетворкинг жасап, сол жаңа мықты орталармен де араласатын болса, ана кісілердің істеп жатқанын сен мысалы бір 100 миллион айына тауып жүрсің, аналар бір 500 миллион тауып сен болады екен ғой. Алар істеп жатыр, мыналар бүйтіп жатыр, анау вертолет алып жатыр, мынау медресе соғып жатыр, мынау мешіт соғып жатыр деген сияқты нәрселер келеді да, значит мен де істеу керекпін, мен дым болмай қалыппын ғой деген сияқты уже мотивация болады да саған дұрыс ортаның ше. Сондықтан адам деген әлбетте өзінің бұрынғы достарын ұмытпау керек, араласу керек. Бірақ әрдайым адам деген жақсы орталар іздеп жүру керек. Дұрыс, дамитын, білімді, саналы тұлғалармен араласу керек деп ойлаймын. Да, бір мысал келтірейін. Мен өзім қазақ түрлі лицейде оқығаннан кейін, неге мен қайта қазақ тұр дедім КТЛ-да. Өйткені ол жерде тек қана білім емес, орта ғой. Бізде апта сайын шайлар болатын.
аптасына 1 рет 2 рет жатақханада жатқаннан кейін біз әлі де сыныптастармен араласамыз да, сөйлесеміз. И неге қазақ тілі лицейде көптеген мықты бір адамдар шығып жатыр, кәсіпкерлер там тұлғалар деген сияқты. Неге? Өйткені сол орта әсер етті деп ойлаймын да оған, бір энергиямен, идеямен. Сол себепті біз де даже өзіміз мынау ктл аштық, аужан ктл деп шымкент қаламызда. Бірінші біз мақсатымыз қойған ол ортада, то есть арнайы бағанағыдай оқушылардың ортасын сол жерде үлкен мектеп соқтық. Және де ешқандай мектепте жоқ, жеке меншік біз тәрбиешілер қойдық, жатақхана жасадық бізге. Атыраудан, Ақтаудан келіпті. Оның барлығы что бала полноценный жақсы мектепте оқып, өз ортасында дамуда. Сол себепті неге бағанағыдай андай ғой, мысалы даже бір ағамыз айтады да, мен үйленетін кезінде дейді, бағана жеңгеңнің дейді, несіне қарадым дейді да, достарына қарадым дейді. То есть араласатын подругалы дейді ғой, енді ажырасқан, аған, енді ажырасқан бәр адам енді тағдыр әртүрлі, бірақ ажырасып андай қыдырып жүргендер бар ғой, соларға типа жақындамадым деген сияқты болып отыр да, достар. Сол себепті орта негізі действительно андай постепенно әсер етеді деген да, адам андай оны байқамай қалады деген. Сол себепті құрметті оқырмандар, жақсы ортамен араласыңыздар. Мен де осы нәрсе қоса кетейін. Бұрында мен түсінбейтінмін, осы достарымнан, кәсіпкерлерін, қыздарын, балаларын бір қымбат бір мектептерге беріп жатады. Айына 1,5 миллион, 2 миллион, 1,5 миллион төлеп жатады. Ойымша, балалар сүймей түсінбейме, кәдімгі частный мектеп тұр ғой, не істейді бұған оқытып деп. Расход қой бұл әшейін деген сияқты. Сонымен кейін уақыт келе түсіндім да, ол жерде ол бала оқымаса да, ана жердегі мықты балалармен араласып отыра, бағанағы оның ойы өзгереді, көп нәрсеге түсіне бастайды деген сияқты. Өйткені ол жердегі мықты біраз кісілердің балалары оқиды деген сияқты. Солармен жүре отыра, ертең уақытта қатты оқымаса да, солардың мышлениясымен бірге да. Және де алдағы уақытта енді класстасың болса сен қолдайды да, бауырым келсей, ана класстасың министр болса, мына класстасың әкім, анау біреу актер болып жатса, мысалы да, тартады да ол, сен класстасың, класстас, короче, тарт дейсің ғой. Сондықтан егер мүмкіндік болса, ең үлкен нәрсе ол балаға ақша салу. Бір баланы босатпау керек қой, жас кезінде оқыту керек, кружоктарға беру керек, спортқа беру керек. Егер ол бала қол бос болса, ол тығылып темекі шегеді, жаман нәрсе көреді деген сияқты. Сондықтан босқа тиктокта отырғанша, сондай балаларыңызды жақсы мектепке беріп, жақсы ортаға беріп, түрлі кружоктарға беріп, баланы аямау керек қой. Қазақта сөз бар ғой, баланы аясаң аяма деп. Өте дұрыс айтасыз. Негізі кішкентай балада ғана емес қой, бағана бос уақыт деген да, Қуаныш мырза. Мен өзім де достарыма, серіктестеріме всегда айтамын, бос уақыт болмаған дұрыс деп. Неге? Өйткені бос уақыт бұл выгорание алып келеді. Выгорание, усталость, там энергия болмайды деген сияқты ғой, енді шаршайсың. И соған бір сұрақ болып тұр да менде. Сізде мындай бір ситуация болды ма? Бизнес жүріп келе жатыр, айттыңыз 5 жыл бұрын идеально жүрді деп, жақсы жүрді, там сынақ болмады, бірақ бір сынақ келді деп айтып қалдыңыз. Бір ақшадан мысалы ақша мысалы тұрып қалған кезі, қарыз болып қалған кездер болды ма мысалы осындай бір ситуация? Сол бір выгорание болып, сол ситуациядан қалай шықтыңыз именно қадам-қадаммен? Бірінші уақыттарда есімде ең бірінші қадалған, қателеспесем бір 5 миллионға ма қадалған едім. Сол кезде қадалып, андай бар ғой, депрессияға түсіп, ана бір судың жағасына барып ойланып, как будто үлкен сенде проблема, сенен басқа проблема жоқ, қайғырып отырмын ғой. Сонымен ол нәрсе өтті. Одан кейін менде прирост болды. Сосын бір 15 миллионға қадалдық, сосын 30 миллион, сосын 45 миллион теңгеге қадалдық. Сол кезде мен түсінгенім, әрбір мен неудачамда прирост бар екен. Әрбір қадалған сайын менде бір результаттар жақсы болды да. Уже сен кішкене қадалып жатқаннан кейін әрекет іздейсің ғой. Ана бір есігін жабылғаннан кейін басқа есіктерді қарайсың да, уже басқа выходтарды қарайсың, уже рекламаны қарайсың, сотрудниктерге қарап, жұмыстарын қарай бастайсың, басқа да продуктын улучшать ете бастайсың деген сияқты. Сондықтан бұл бағана айтқандай, бұл сынақтар, егер дұрыс шықсаң, сен келесі деңгейге шығасың. Егер ол бағанағы нәрсе сынақты жеңбесең, сол уровеньде қаласың. Бұл сынақ деген сен келесі деңгейіне өтуге бір порог десем болады ғой. Керемет, Қуаныш мырза. Осы мысалы бізде оқырмандар арасында болуы мүмкін қарызда жүргендер, выгорание жүргендер мысалы. Не істеу керек олар қазір? Мысалы оларда 50 миллион болуы мүмкін қарыз, 2 миллион теңге болуы мүмкін мысалы. Не істеу керек? Ең бірінші әрдайым байланыста болу керек. Егер сен бір адамға ақша қарызсың ба, барып жолып, аға, уақытын айтып, бауырым, міне айып етпеші, міне по факту қадалдым, минусқа түстім. Мойындау керек. Барып, міне мен сізге
мен 2 жылда қойып беремін, 3 жылда қойып беремін. Мен сізге 100 мың теңгеден салып отырамын. Мен қолымнан келгенше әрекет жасаймын. Енді амал жоқ. Проект осындай болып қалды, осылай қадалып қалдым деп әрдайым байланыста болдым. Маған телефонды өшіріп, қашып, тығылып жүрген ештеңе шешілмейді. Иә. Екінші, өзінің жұмыстарына фокус қойып, әрекет жасау керек. Егер Аллах Тағала оған сондай сынақ берді ма, значит, ол сынақтан өте алатын адам. Егер ол сынақ оған көтере алмайтын болса, ол сынақты Алла жібермейтін еді оған. Сондықтан бұл нәрсенің барлығын позитивті түрде қарап, енді басына ол қазір айтатын шығар, сен мен түсінбейсің деген сияқты, ол кез келген кәсіпкердің алдына шығатын нәрсе. Бағанағы қадалу, команда лақтырып кету, кез келген кәсіпкерде болатын нәрсе. Ол алдағы уақыттарда да болады. Сондықтан бұл нәрсенің барлығын трезві қарап, дұрыс қарап, Алладан келген сынақ екенін түсініп, сол нәрсеге біз енді мұсылманбыз ғой, тағдырымызға иман етеміз. Бұның барлығы екеуміздің мысалы келесі сөйлесіп отырғанымызда жайдан жайдан емес, Аллах Тағала қалады. Басқа кісілермен, бұл кісілермен де отырған, танысу жайдан емес, значит, осыны Аллах қалады. Случайностьтер жоқ та. Мен осылай істегенім, случайно мен байып кеттім. Болмаса осылай бүйткенім бірден істеп қалды деген сияқты. Бұның барлығы Аллахтың қалауымен болып жатыр. Мысалы, сіз айтасыз, адамға қарыз деп кредит болса ше? Енді банкке де барып айту керек, мен қазір уақытта төлей алмаймын. Болмаса маған аздық график жазып бер. Арнайы эксперттер бар негізі осындай. Мысалы графикті отсрочка жасап беретін, бөліп беретін. Енді оны барса шешім бар ғой негізі. Банкке барса оны өздері ақ шешіп береді. Аға, мен реально компаниям банкротқа түсті, осындай минусқа кірдім. Мен ешкім ақысына кірмеймін. Мен ең бірінші андай ниет болу керек та. Қайтарам деген. Егер қайтарамын осын деген ниет болса, Аллах Тағала көмектеседі. Егер ол адамда ниеті жаман болатын болса, ішкі ниет жаман болса, ол одан сайын минусқа кетеді. Алладан сұрап, дұға етіп, я Аллахым деп әрекетін жасап, жұмысында одан сайын мықтырақ жасау керек. Әлбетте мықты результаттар болады. Өзіңіз болса қарыз беріп қайтармаған кісілер болды ма сізде? Ондай көп қой. Өте көп болды. Ондай көп. Мен ақша үшін пайыз етпеймін. Мысалы, ондай біраз кісілер бар. Берсе береді. Бере алмай шынымен не істесе, Алла ризалық үшін кешірдім. Ал егер шынымен алдым не істесе, ақыретке қалдырдым. Ақыретте аламын. Сондықтан ол нормальный нәрсе. Енді тек бұл өмірде ала бермей, арғы өмірге де қалдырып қою керек қой. Бізде де болды фитнес клубта 20 миллионға қадап тастады. Бұл жерде біздің уақытымыз кетіп қалады, энергиямыз, бірақ мен егер де фокусым сол 20 миллионға жасаған кезде, қадаған кезде, мен бүкіл жұмысым қалады еді да. И көптеген адам алдыңғы жылы қарасам, там 50-ден астам адам мені қадап тастаған екен да. То есть қарызданаған 1,5 миллион, 1 миллион, 2 миллион көріп, мен действительно енді полевой ренжіс болады. Өйткені ол берем деп уәде береді да. И мен айтамын ғой, даже ақшалай болмаса кейде там бір затпен бере салшы, маған керек болып тұрған кезде. Бірақ бере алмады, но мен фокусты қалдым. Ладно, енді ниет сондай. Мен наоборот бұндай ситуацияда шүкіршілікпен благодарность білдіремін да. Рахмет деймін да, сол адамнан құтылдырғанына. Өйткені Аллах Тағала ол адаммен мені араластырмады да. Мен бұдан да көп не қателік болу керек болып қалады мен деген сияқты. Демек ол адамның, мысалы, досыңыз ба, партнеріңіз ба, құны сонша тұрады да. Құны сонша тұрады. 100 мың теңге алып жоқ болып кетті ма? Значит, оның құны 100 мың теңге болды. Онан жақсы альхамдулилля деп жүре беру керек. Қайтарса қайтарады, қайтармаса ақыретке де бірдеңе керек қой әйтеуір. Мен айтқым келіп отырмын, ол оқырмандарға, сізге біреу қарыз болып қалатын болса, фокус оған қоймай қойыңыздар да. Дамуға қойыңыздар, осы жақсы ортаға. Және де егер сіз қарызда болсаңыздар, енді Аллах Тағала сынақты сізге жеңілдігін берсін. Бірақ оны ниет етіңіз. Қуаныш мырза өте жақсы айтып отыр, иман бойынша, ислам бойынша. Бірінші ниет, екінші кез келген мәселе шешуге болады. Орыстар даже айтады ғой, выхода нет, только из гроба дейді. Кез келген мәселенің шешімі бар. Сіз кредит қарызсыз ба, 2 миллион, 5 миллион ба, банкке барып сөйлесіңіз, отсрочка сөйлеңіз, и табысыңыз көтеруге әрекет жасаңыз. Ортамен, мышлениемен осындай керемет подкасттар көріңіздер. Сол себепті Қуаныш мырза, сізге үлкен рахмет. Алғысым шексіз. 700 километрден бұл кісі мен туған күніме келді біріншіден. Уақыт бөліп, бір авиалиния 3 рет кешікті. Атын айтпай ақ қояйық. Бірақтан да оған қарамаса келуге отсыз. Рахмет, үлкен алғысым шексіз. Командамен алғысымыз айтамыз. Екінші, осы подкастқа келіп жатсыз. Сіздің социальный бағанағы контенттеріңізді көреміз. Құдай қаласа, жеке біріңіз дамып, бағана ниетіңіз, мақсатыңыз жетіңіз. Әлемдік деңгейде көріп, осы подкастты ертең орыс, ағылшын әртүрлі тілдерге ауыстырып отырайық. Менің жалпы осы подкаст түсіретін
ең бірінші мақсатым бағана айтады ғой орысша намерение бірінші қазақ тілінде ниетім осы жастарға яғни проактивный болу, пайдалы болу. Осы мемлекетімізге көп адамдар айтады, сен мемлекет бізге не береді дейді. Мен айтамын, мемлекет сен не бересің дейді. Біздің қазақ тілі лицейде оқытқан, яғни сен пайдалы бол деп та максималды. Бұл подкасттан мен осы оқырмандарыма, халқыма, жастарға, мүмкін бізде үлкен адамдар болуы мүмкін, бір мотив алсын, энергия алсын, білім алсын деген сияқты осы подкастымызды жалғастырып отырмық. Сол себепті осы подкастта егер бір сыйлық беремін дейтін болсаңыз, сүт хауыздан, либо бір мотив беремін дейтін болсаңыз, өз еркіңіз, ешқандай қинау жоқ, не жоқ. Енді сіз кәсіпкерсіз, мен де кәсіпкермін, біз әрқашан бірімізді қолдаймыз. Сізге тағы да рахмет. Көп рахмет Тәке, осылай сыйлап шақырғандарыңызға. Бір шай үстіндегі бір керемет әңгіме болды деп ойлаймын. Давайте былай істейік, осын бағанағы біздің осы комментарий жазып, мүмкін инстаграмына бір кез келген видеомызды бағанағы осы бөлімдегі репост жасайтын болса, бір 5 адамға 5 кітап сыйлайық. Өзім жазып, өзім атынан естеп, Шымкент қаласынан, Сүтқауыстан алып кете аласыздар. Оны қалай анықтаймыз? Қараңыз, сіз айтасыз, комментарий и не деп жатсыз, болмаса комментарий, жақсы комментарий жазып, ең көп лайк жинағандар деп айтайық. Ютубта. Давайте былай жасайық. 4-еуін солай жасасын, 1-еуін сторис белгілесін, болды, проблема. Және де біз әрқашан андай оқитын, дамитын халқымызды барлығы жақсы көреміз. Сол себепті мен өзім атын қосып отырайын. Осы YouTube подкасты өзін сторисіне сілтеме ретінде салатын болса, сізді мені белгілеп 50 000 теңге, яғни бізден сыйлық болсын. Сондықтан активный болыңыздар. Мүмкін 50 000 теңге сізді ұта аларсыз. Баршаңызға рахмет. Келесі подкастта жолыққанша.